Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге чак-чактың жасалу жолын көрсетемін. Бұл біздің ең сүйікті тәттілеріміздің бірі. Осы менің жасаған рецептіммен сіздер де жасап көріңіздерші, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Жұмыртқаға сүтті құямыз, онан кейін барып бір ыдысқа сода мен уксусты араластырып, сосын барып бұны да жұмыртқамызға қосамыз. Енді осыны араластырып, ұн салып илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін, оны салафанға салып, 30 минутқа демалдырып қоямыз. Қамырымыз демалып болғаннан кейін 4 бөлікке бөлеміз. Әрқайсысын домалатып шығамыз, және біреуін алып, бірінші жайып аламыз соны. Жұқа қылып жаямыз. Қамырымызды жұқа қылып жайып болғаннан кейін, видеодағыдай кеспе сияқты қылып кесіп шығамыз. Онан кейін қызып тұрған майға аз-аздан салып, сары түсті болғанша қуырып аламыз. Барлығында қуырып болғаннан кейін, енді осы чак-чакқа сироп дайындайтын боламыз. Қантқа суды құямыз, және балдарыңыз болса бал қоссаңыздар да болады, егер де жоқ болса қоспай қойсаңыздар да болады. Осыны араластырып, отта қайнатамыз. Қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін алып тастасаңыздар да болады. Енді осыны көп қайнатамыз, әр 5 минут сайын тексеріп отыруларыңыз керек. Сироптарыңыз жіп сияқты созылу қажет. Егер де жіп сияқты созылмаса сироп, ол чак-чакқа құюға болмайды, өйткені чак-чактарыңыз бір-бірімен бірікпейтін болады. Сироп менде енді дайын болған сияқты, қазір тексеріп көреміз. Жіп сияқты созылғаннан кейін чак-чакқа құюға болады. Сол кезде чак-чактарыңыз бір-бірімен жақсы бірігетін болады. Міне дайын болып қалды. Енді оттан өшіріп, бұны чак-чактың үстіне құямын. Чак-чакқа мейіз немесе жаңғақ салып араластырсаңыздар да болады. Қазір жақсылап араластырамын. Сары маймен майланған формаға саламыз, және оның үстінен жақсылап басуларыңыз керек. Сол кезде бір-бірімен жақсы бірігетін болады. Сироп құйылған чак-чагымыз 1-2 сағаттан кейін дайын болады. Енді қалған чак-чагымызға да сгущенкамен берсеңіздер де өте дәмді болады. Сгущенкамен де сіздер қолданып жеп көріңіздер, керемет дәмді болады. Енді чак-чагым сізге ұнады деген сенімдемін. Сіздер де осылай мен жасағандай жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Үйіңіздегілердің барлығына ұнайтынына сенімдімін.